Төбет арнасы бүгін біз ағамыздың үйіне қонаққа келдік питомникке. Аға өзіңіздің питомникті таныстырып жіберсеңіз. Жақсы. Рахмет. Еске алып келгендеріне осындай Түркістан қаласында осындай питомник Алабай Азия деген питомник называйымыз келгендеріне қуаныштан Бабамның ізі қалған әр тасында санасам Сарыарқамның шоқыларын. Жаратқан нығметіңе шүкір еттім, жерімнің құнарлы еткен топырағын. Бүгін сол Еркін ағамыздың үйінен қонақтамыз. Осы Еркін аға, осы итке, төбетке деген қызығушылығыңыз қашаннан бері пайда болды? Енді төбетке қызығу жас кезімізден, башты 5-ші сыныпта оқып жүрген кезден басталып, үйде осындай бір жақсы төбет бар тұрған құттайық деген сол кезде соны жетектеп алып, көшелерде бір-екі көршілердің иттерімен төбелесіп, сол бәрін жеңіп келгеннен кейін содан басталды ғой. Негізі итке, малға, кеттерге, жаңа тауық үйіншік жас кезімнен қызығатынмын. Сол кезден басталды. Итті негізі қалай баптау керек, сондай сияқты, мысалы қалай жетістікке жетуге болады, сіздің иттен жетістікке жету, сондай айтып берсеңіз. Енді итке де онда жетістікке жету үшін баяғыда ескіде үлкендер айтатын үлкен аталарымыз мал болсын, ит болсын байлап баққан соған жақсылап қарау керек. Қарамаған сол тамақ деген күнә еді. Сол сияқты мен күніге 2 мезгіл тамақ беремін. Жаңағы айтып өттім ғой, тойдан келсем де, жолдан келсем де, таңата келсем де, мен итке қарамай ұйықтамаймын. Тамағына күніге 70 кило, 80 кило қазан қайнатып ет асып тұрғандай, ол күнді оның ішіне бір күн күріш салам, бір күн макарон салам, бір күн риск салам, түрлі тамақ істеп сөйтіп қараймыз енді иттерге. Негізі байқап тұрсыңдар, бәрінің жабында иттер жақсы. Осы төбеттердің мінезі айтып берсеңіз. Енді төбеттердің мінезі бұлармен де тіл табысу қиын емес. Азаннан кешке дейін осы иттердің арасында жүріп сөйлей берсең, сөзге де барлық сөзге де түсінетін болып қалады екен. Тоқ сөйлей алмайды, айтқанның бәрін істейді. Мінездері жақсы, не десем болады. Мына иттердің ішінде, например, итке үйге қарайтын бар, басқа адамдар кірсе, жаңағыдай дауыс беріп кіргізбей, мен шыққаннан кейін өзі жайыңа жат десең, сөзге түсініп барып жатады, например. Сосын жаңағыдай испытание қыламыз, иттермен қайсы күшті дегендей, сол жерлерде айтқанын істейді, жаңа аяқтан ал десең, аяқтан ал. Возле моего стадиона? Десең, сондай мінездер кәдімгі адам сияқты бәрі. Жуас, айтқанын істейді. Осы иттеріңіздің енді жетістіктері бар ма? Бар әрине. Енді қазір мысалы үшін 50 жылдан көп болды мен Советпен байланысып жатқаныма. 50 жылдан көп болды. Иттердің жаңағыда мінезіні, бәрімізді мен өзім түсініп қойған, мысалы қалай ит асырау керек, қайсы төбеттен жақсы шығуы мүмкін, солардан күшік алып, қазір менің өзім шығарқан күшіктерім Атырауда чемпион болды, Алапар деген, сол облыстың чемпион болды, бір емес 2 итім чемпион болды. Кеше Есенгіде финалға шықты бір итім. Ақжол деген ит финалист, Азия чемпионат, Азияда финалист болды Ақжол, супертяжда. Жолбарыс, коммерций, бұлайша көп чемпиондармен түсті, бәрін жеңіп келді Жолбарысым, Ақжолдың әкесі. Сол енді соның бәрі жетістік қой, например. Чемпион Қазақстанда мен Жолбарысым жеңді, Қызылорданың чемпионды жеңді.
двукратный чемпион Азияны Ақжол жеңіп шықты. Ақжолым Қазақстан чемпионы жеңді. Алапар деген, Ағлан деген Алапардың тікелей баласы бар тұғын менде. Алапар двукратный чемпион Евразии. Соның баласы Ағлан молодой 2 жасында чемпионат Есенге барып, чемпион Қазақстанды 2 минутта жеңді. Соның бәрі енді жақсы жетістік деп ойлаймын өзім. Ондайға жете алмай жатқанда көп емес, ол қазір 10 шақты, 20 шақты иттер сонда жетістікке жетіп жатыр. Мен төбетке менен шыққан. Ол қыздарыңыздың да сол төбетке деген қызығушылығы қалай, көзқарасы қалай? Енді қыздар, конечно, өз жұмысымен, үйдің тіршілігімен жаңағыдай оқу бар, басқасы бар. Менде бала-шаға көп, 14 балам бар, Аллаға шүкір 7 бала 7 қыз. Соның ішінде ең кішкентай жаңа көрген 14-ші балам Ерхан. Жұмысқа кетті ме? Ең кішкентай балам 2-ші класс оқиды, сол менімен бірге сол төбеттердің ішінен шықпайды. Қосылып жүреді бірге. Сосын 3-ші балам бар, баладан 3-ші. Ол қазір оқуда Қарағандыда. Сол постоянно дайындап, жүгіртіп, итті баптап, сөйтіп дайындап қызықады балдар. Үйге жаңағыдай мен өзім болмай қалсам, жолға жүріп кетемін, бір жаққа кетсем, осындай чемпионат болады, басқа болады. Үйдегілер бәрі жабылып қарайды итке. Осы, мысалы, қазір осы тест сынақты жабамыз деп жатыр. Солар жайлы, сол ойымыз солған айтып берсеңіз. Олардың айтып жатқаны өте дұрыс емес. Ол иттерді сынақтан өткізбесе, ол ит болмайды. Мен сендегі былайша бір өзімше түсінетін бір пример айтып берейін. Сол үшін баяғыда мен көп жүрдім осы малшыларға, қораларға барып. Жұмысым сондай тұрым болатын. Жұмысым сондай болған, мен автомагазин айдадым, қойшыларға продукт питания, киім-кешек тасырамын. Осы таудың, қырдың, жол-жолын бәрін білемін қойшыларды. Любой қойшыға барсаң, сол үшін бір қора қой болады, 400-500 қой ешкі болады, 200 қара мал болады, ішінде жылқысы бар, биесі бар. Олар қойыны, ешкісіні, жылқысын айтпай тұрын. 2 төбет болады, соны мақтанышқа айтып отырады. Мына төбет пәлен қасқырды алды, мына екінші қойшының төбетін үйтіп жеңді, бүйтіп жеңді, төбетін мақтанышқа отырады. Ал енді біз қазір бұл төбеттерді тесттен өткізбесек, испытаниеден өткізбесек, оның мысалы үшін характерін білмесек, например, тесттен өткіземіз, мысалы үшін бір ит төбелес басталмай тұрып қашып кетуі мүмкін төбет. Екінші ортадан полян тастап қашуы мүмкін. Мен жаңа мал туралы не үшін айттым? Сондай төбет ұяққа түсетін болса, қасқыр малға шабатын болса, қасқырды да малшында тастап төбет қашып кетсе, ол төбеттің не керегі бар? Оның тұқымын көбейтудің не керегі бар? Сондықтан тестовые испытания волкодав, это считаю я необходимым. Почему? Біз тексіріп, жаңағы жүрегі бар, күші бар, мықты төбеттердің тұқымını көбейтудің әрекеті. Түсіндіңдер ме? Ол тесттен өтпесе, ол иттің бір теңге керегі жоқ, оны далаға шығарып жіберіп, оны ол тестовый испытание өткізуге болмайды, төбелесуге болмайды деген төбеде отырғанда креслода жаңылсады. Мен қатты айтпай қояйын, потому что олар төбеттің не екенін білмейді, өздері төбетті ұстап көрген емес. Соларға бір сұрақ қойыңдаршы, бір төбет ұстап көріпті ме үйінде? Жоқ. Дұрыс па дұрыс емес? Сондықтан тестовый испытаниеден ит төбет өтпесе, оның бір теңге қажеті жоқ. Сыртқа шығатып жібересің, ит атандар атып кетеді. Неге? Төбетке жандары ашып қалды. Мысалы, сыртқа шығатсаң, сол отырғандардың шығатқан указаниесімен көшеге ит шығып кетсе атып кетеді. Ол указание атымен қылмайды. Бұл испытание өткізген десең, ой, төбелесуге болмайды, анау мұна деп айтады. Айтады, потому что олар төбеттің не екенін түсінбейді. Оны мен сияқты, мынау Аекең сияқты осы Бекболат інілеріміз бар, мына Сапархан төбет асырап жатқандар біледі. Иттерді төбелесіп көреді, жеңгенді алып қалады, жарамайтын ондайға қасқырға шаппайтындарды оның тұқымын көбейтпейді. Бір әулен қарауылдауға біреуге бере салады. Жақсы, мықты төбеттерді жинап бар, солардан тұқым шығатып, солардың ұрпағын көбейту. Сен оны испытаниеден өткізбесең тестовыйдан, оның қандай екенін қалай білесің?
Onda ustamayıp koyup bägin töbetleri çıkartayık, atıp akete bersin köşedegiler. Kalay öylesinde gözlerini. Şimdi biz de kalab oylandık, biz de sizin oyununuzu kollaymiz. Осы енді біздің осы жобаны алып жүрміз, осы жоба жайлы бір өзіңіздің бір ойыңызды айтсаңыз осы қазақ төбетін қолдау жайлы. Енді 50 жылдан асып кетті мен төбет арасында жүргеніме. Допустим, мен оны қоймайын бәрібір. Асырайын, ұстайын төбет өлгенімше. Дұрыс па? 50 жылдан асып кетті. Оны не десек болады? Мысал үшін, неге именно бізде Қазақстанда запрет қойып жатыр? Басқа еш жерде оған запрет жоқ. Оны бұл собачий бой деп атамайды оны. Тестовое испытание, волкодав деген сөз, итті тексіріп, оның қабілетini білу. Мінезini білу. Например. Дұрыс па, дұрыс емес па? Онсыз оны ешқандай білемейсің. Оны тоқтатуға болмайды. Оны тоқтатқаннан кейін ол төбетті асырып, оның тұқымын көбейтудің керегі де жоқ деп есептеймін. Дұрыс айтасыз. Оны тоқтататын болса. Онда маған мынаның бір теңге керегі жоқ ешқайсының. Одан біз ешқандай пайда көрмейміз. Бұл төбетті, мысалы үшін, менің расходым 700-800 мың екен бір айлық расходым. Төбетке деген расходым 700-800 мың мен бір айлық. Дәрі-дәрмегі бар, тамағы оңай емес. Қалай ана ет беріп жатқанын көріп жатырсың, мен бәрін сатып аламын. Бір күнге маған кемі де 40 кило ет керек. Өткен жылы 100 кило керек тұғын. Қазір өткен жылы 50-60 ет болған, төбет болған. Қазір жаңағы жағдаймен мына карантиннің несімен отборник мен алып қалдым төбетті. Бұндай төбет Қазақстанда аз тұқымы, осындай салмақты 90-100 килолық төбеттер санаулы Қазақстанда. Бәрі майдаланып кеткен. Сол жаңағы көшедегі жаман төбеттермен араласып кеткен себеп. Сондықтан біз мына тұқымды отдельно жинап, асырап жатқан себебіміз сол. Тұқымды жоғалтпау керек қазақ төбеттің. Асыл төбеттердің тұқымын жоғалтпау керек. Дұрыс па? Дұрыс па. Осы енді біздің канал жайлы не айтасыз, не ой білдіресіз? Енді сіздердің канал жайлы айтатын не? Осы біздің айтқан мнениемізді, просьбамызды сол жоғарыға жеткіздіңіздер. Bizim ötünüş, rahmetimiz ayt, solak түсінсін. Төбеттің не екенін, не үшін асырап жатқанымызды. Ол біз оларды төбелестіп, допустим, бір пайда қылып атқан жоқпыз, ақша тауып атқан жоқпыз. Біздікі жаңағы төбеттің мықтылығыны білу, мінезін білу. Жаңа айтпақшы, ертең қайтадан мына атауда нелерді мал бақатын болып қалсам мен. Оны жаман төбетті яқа алып шығып, не қылам, қасқырдан қашып кететін. Сонда осындай асыл жақсы төбеттерді жинап, тұқымын көбейту ғой негізі. Сендерге айтатын, жаңа айттым ғой, біз бұдан пайда көріп атқан жоқпыз. Түн күн жұмыс істеп болса да, осылардың арты міне бала шағада көп. 14 балам бар, 7 бала 7 қыз. 20 шақты төбетім бар. Менің бағым сол, бала шағам осы төбеттер. Менің өмірім де сол. Оны итпеңдер, битпеңдер деп дұрыс емес. Сондықтан жеткізіңдер. Біз өкіметтен ақша сұрап жатқан жоқпыз. Өкіметтен палан төбет бар деп субсидия алып жатқан жоқпыз. Өз минетімізбен, өз күшімізбен қарап жатырмыз. Бізге кедергі жасамасын да. Басқа проблема жоқ па Қазақстанда төбеттен басқа? Жетеді. Адамда төбелесіп жатыр ақшаға. Міне өзімсің. Например, Гена. Емемемді қандай бойлар бұл қап-қара қан болып адамдар. Тоқтата білсе солар тоқтатсын, сосын төбетке өтсін, екінші мәселе. Дұрыс айтасыз. Ақыр төбет адамдан артық емес қой. Адамдарға төбелесуге болады, иттерге болмайды дейсіз ғой. Треугольниктердің бәрін емемеден тоқтатсын. Неге адамға болады, итке болмайды? Сонда не, ит адамдан артық болған ма? Дұрыс айтасыз аға. Әгер тоқтатышық болса, жан ашығыс болса, жан ашықса төбеттерге, итке көшеде жүрген төбеттерге питомник істесін, ақша ажатып соларды тамағына асырасын соларды, атып әкетпей. Мен талай рет көрдім, менің өзім қанша итім көшеге шығып кетті, енді есік ашық қалады, адамға тимей шығып, бір айланып келеді десе, атып әкетіп қалған жағдайлар болған. Жақсы төбеттер. Болды сондай жағдай. Соны неғып тоқтатпайды, итті атып кетуді.
Тусайда саға. Солардың шығатқан указаниясы бар. Жоғарының. Енді аға, осы берген сұхбатыңызға рахмет. Қонақжайлылығыңызға рахмет. Осы біздің қазақ төбеттен дамытуымызға атсалысқаныңызға рахмет аға. Сендерге келгендеріңізге үлкен рахмет. Еске алып осындай Түркістанда осындай питомник Алабай Азият деген бар екен ғой деп осындай бір ағамыз. Итке тамақтандыруды қалай дұрыс деп ойлайсыз? Күшіктерді қалай тамақтандырасыз? Сол жайлы айтып берсеңіз. Енді шыны керек, итте адам сияқты тәтті түрлі тамақ жеген жақсы көреді. Көпшілік однозначно тамақ береді. Мына ірі малдардың жаңағыдай убой дейді ғой, адам жемейтін нәрсе. Күнде одно и то же жаңағыдай кекіртек, жаңағыдай қарын қазақ дегендей. Бірақ ол болмайды. Неге? Оларда өзіміз сияқты күніге түрлі тамақты, тәтті тамақты жеген жақсы көреді. Тамақты жөн істесе, нормально қылып. Мысалы үшін мына етті мен қазір кешке салам қазанға. Негде сүйексіз ет, кемінде 12-15 кило. Оған лук салынады, мұны томаттар. Томат салам, морков салам. Оларда түрлі витамин болғаннан кейін олардың өсуіне, салмақ қосуына, өсуіне. Мына қазан 70 килолық қазан. Осыған күніге кешке мен тамақ дайындайын 70 кило. Ол завтрак, азанға дейін суып тұрады, азанда беріледі. Кешке таман 1 килода мынандай ет беремін. Свежий ет, пісірмей, шеке. Таза бұл ет, жаңағыдай қарын қажақ емес, басқа емес. Менің иттерім ондайын жемейді, мынаған үйренген тазаға етке. Бұл ет қайдан келеді десеңдер, менің таныстарым көп. Қостанайдан, яқтан-яқтан бордақы малдарда келеді ғой. Сол инада КамАЗдың аяқ астында қалып кетеді. Или жем көп жеп қойып жаңағыдай ауыр емес, жем көп жеп қойып көптеп болып қалатында бар. Соларды весь Түркістан район маған звондайды, специально неде кірсеп тұр. Машина барып әкеп, жайғасып, осы мына холодильниктерге мен сүйек салмаймын. Мына сүйексіз мынерде 350 кило ет қазір. Пакет. Күніге 2 пакет кетеді. Бір пакет қазанға, екіншісі шеке беруге. Бұл 25-30 кило. Мына холодильниктің ашылмағанға 5 жылдан көп болды ау, алынбағанға. Мынау таусылмай, мынауға өтем дегенше қайтадан толдырып қойып беремін. Енді оңай емес. Жолдан болсын, тойдан болсын, түн келейін, таңата келейін, мен итке тамақ пісірмей, оның жағдайын істемей жатпаймын. Күшіктерді қалай тамақтандырған дұрыс? Күшіктерді негізі қазір менің алғашыларым туып жатыр, 4 ана сүті жетеді 1 айға дейін. Атак 9-10 туған кезде мен 20 күнден бастап дополнительный сиырдың сүтін бере бастаймын. Оған обязательно жаңағыдай витаминный әрдеңе бір қосам, жаңағыдай өзіне қосатын нелер бар, овсяный каша бар, мынау манка, например. Кәдімгі адам жейтін қапмен әкеп қойып, соны сүтке пісіріп беремін. Мына крыш, сондайсы, грешка, сондайларды каша қылып, сүтке араластырып. Негізі күшікке 1 айдан 2 айға дейін 5 мезгіл тамақ берген дұрыс. 5 мезгіл? 5 мезгіл. Неге? Сол үшін ол адамның организмімен бірдей есебінде күшік болғасын. Біздерде өзіміз бөпе туылғанда білесіңдер, анасы 1 сағатта, 2 сағатта емізіп тұрады. О да сол сияқты. 1 мезгіл, 2 мезгіл тамақ берген күшік никогда ол өспейді, үлкен болмайды, әрі болмайды. Сол үшін 90-100 килограмм күшігін әкелесің, 50-60 болып қалады. Сонда түн күн 5 мезгіл, 6 мезгіл. Содан кейін 2 айдан кейін 3 айға дейін мен оны 4 мезгілге түсіремін. 3 айдан 6 айға дейін 3 мезгілге. Ар жағы азанда бір, кешке бір 2 мезгіл. 1 жасқа дейін жас қару керек, итке өстіріп алу керек, сосын ар жағы бойын өсіп не алған кейін азады семірге жүре береді. Самыр алды. Сондай. Иттеріңіз көреміз ба? Көреміз. Жүріңіздер. Шығасың ба? Кел. Кел шығамын. Кел, малы. Кел. Шығамын. Шыққысы кеп тұр ғой. Бұл Чабанмен қосылған. Чабан Қырғызстанның чемпион Кебуль дегеннің немересі болып келеді менде. Өзбекстанский чемпион Чабанның баласы бар қазір ар жақта ол. Мына тигр. Салмақ 90-ның үстінде, полкі 1 метрдің үстінде. Жас әлі. Бұл 3 жас, 4 жасында 110 килоға бар. Бұның
линиясы анасы легендарный Алапак деген двукратный чемпион Евразии, соның қызы, ана жағы. Әкесі, бұның әкесі Қаракене, чемпион Қаракененің қызымен Балканский пираттан шыққан бұның әкесі. Линиясы сол. Бұның қанында Алапак бар, Қаракене бар, Балканский пират бар, бұның қанында и бай. Чемпиондар. Аты тигр бұның. 2,5 жасар. Аслан. Bu da 2,5 жасар. Мынаның адмет түтек әке шешесі бір. Жолбақ сәтті. Молодец. Мах. Молодец. Аты Жолбақ. Bu da 2,5 жасар. 85 kilo salmıyor, şamal azgın. Toya kısa kaçmasın liniyası. 85-88 kilo. Kolku da salmıyor. Türkçe samaskan. Vaktıkanda bular. Bu Kanşayım. Balkanski pirattın kızı. Двукратный чемпион болған Балканский пират. Шешесі Қаракененің қызы. Қаракененің немере қызы болып келеді. Салмақ 85 кило. Салмақ кеше жақында күшіктеді. Бұндай салмақта қазір Қазақстанда санаулы. Отағы линиясы жақсы. Пират линиясы. Шабанмен қосылған, шабанның күшіктер үшеклік бір ғашық туды жақында. 8-9 туып жүрген ұрғашылар ғой, осы кейінгі уақытта экологияма басқама астуатын болып қалды. Әйтпесе 9-10 бір туып жүрген жыл сайын. Жылына почти 2 рет туып, көктемде күзде болып. Мынандай күшіктер шығатамыз деп, осы төбеттерді асырап жатырмыз. Осылардың тұқымы жоғалмасын деп. 10 күндік мұна күшіктер. Әге салмақты жақсы. Бұда 78 кило ағаш. 78 кило. Бұнал соғын деді ұшқас. 95 кило. Мұна Қарабас. Баяғыда Тараз қаласында Агат деген жеңілмей кеткен Қазақстан чемпионы келеді. Агат. Агатовский линия. Бір кило кезінде 96 кило. Алла бар. Бұл Қарамой пират деген болады күлкі баста. Соның баласы. Қарамой пираттың. Қайтыс болып кетті ол өткен жылы. 85 кило салмақта. Мына двукратный чемпион Есенгеннің қызы. Қарабас дегеннің қызы. Бұл жас әлі. Чемпион Чабан деген, сосын әкесінің атына Чабан деп қойған. Ол Чабанда мен де тұрмын. Қазір конкрет қайтсы. Атасы Қырғызстан чемпион Тибул дегеннің немересі болып келеді. Тибулдың немересі. Знаменитый легендарный Тибул. Молодец Чабан. Прицеп заводской Шымкентте салондан алынған. Бұл прицеппен мен жаңадай мал сал алып келемін. Маштарға артамайсың, мынаған салу оңайлау соған болады. Мына екінші прицеп, бұда заводской прицеп, үстінде бүткасын өзім істеген. Итте арнайы жаңадай Алматыға, Таразға, Қызылорда, Ақтөбеге апаратын болсақ, осылармен жатуға удобно, жататын жері қысылмайды, утепленный, ананы кері басашамыз, асты кілем, үстіге палас салып қойған кілем білінбесін деп, 3 купе. Итке бұдан артық болмайды шығар деп ойлаймын. Мына күршоктар бар, специально итке байлап қойды, есік ашылып шығып кетпесін деп. Мына 3-ші купе, бұнағында мына. Сәні істелген. Енді
итке қарағаннан кейін, төбет асырғаннан кейін жағдай жасамасаң болмайды ғой. Осы принциптер